Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін біз осындай етті бәліш жасайтын боламыз. Бірінші ішіне салатын салмасынан бастаймыз. Салмаға бізге 2 картошка керек, 2 орташа картошка. Мен бірден пюре жасап алдым. 300 грамм фарш және бір орташа пияз. Оны ұсақтап, көбіктеп турап аламыз. Қалауыңызша тұз, бұрыш салуыңызға болады. Азап сұйық майды құйып, пиязымызды жұмсарғанша қуырып аламыз. Үстіне бірден фаршымызды жіберіп, 5 минут қуырып, қақпағын жауып, тағы да 3 минут бұқтырамыз. Енді отымыздың асын өшіріп, пюремізді саламыз. Менде пюре дайын болғандықтан, мен бірден салдым. Сіздер әрине картошкадан дайындап алуларыңыз керек, алдын ала еттен бұрын. Енді қамырын дайындауға кірісеміз. Қамыр бізде құйылатын сұйық қамыр болғандықтан, бізге жарты стакан майонез керек, жарты стакан суық су, 2 жұмыртқа, 7 ас қасық ұн және жарты шай қасық разрыхлитель керек болады. Ең бірінші осылай жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз да, қалған ингредиенттерді кезекпен салып отырамыз. Әрқайсысын біртіндеп салып, мұқият араластыруды ұмытпаңыз. Келесі суық суымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Разрыхлителімізді де салып, араластырып, келесі ұнды саламыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер. Бірінші бір бөлігін салып, араластырып алғаннан кейін асықпай, екінші бөлігін салып, қалған тестамызды илейміз. Қамырдың консистенциясы осындай қою айран сияқты болып шығады. Формамызды дайындап, оған пергамент қағазын кигіземіз, немесе маймен жағып шығуға да болады. Тестаның тең жартысын құйып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 5 минут пісіріп аласыздар. Міне осылай біраз қатып піскеннен кейін бетіне салмамызды салып шығамыз. Салмамызды шетіне жарты сантиметрдей жеткізбейтіндей етіп, мұқият жайып аламыз. Енді үстіне қалған сұйық тестамызды құйып, жайып шығамыз. Тестамызды құйып болғаннан кейін, қызып тұрған пешімізге қайтадан салып, 25-30 минут пісіріп аламыз. Пештен шыққаннан кейін, 10 минуттан кейін формадан шығарып, кешкі асқа ұсынуларыңызға болады. Ас болсын.